Менің есімім Лагуткина Юлия. Мен туған жерім Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданының Лавровка селосы. Қазіргі таңда мен репетитор болып жұмыс жасаймын. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен сабақ беремін. Қазақ тілін ауылдағы мектептен үйрене бастадым. Ауылда орыс ауылынан шықтым. Орыс ауылында, орыс мектебінде оқыдым, орыс класста. Бірақ қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін Құсайынова Жанар Ғазизқызы атты керемет ұстазымның арқасында қазақ тіліне тән сүйіспеншілік, тән ерекшелік пайда болды. Сол 5-6 сыныптардан бастап Абай, Мағжан оқуларына қатыса бастадым. Әрине, ол ұстазымның көмегімен, ол менімен бірге тіпті каникул демалыс кезінде бірге біз отырдық бір сыныпта, дайындалып олимпиадаға. Осылай қазақ тіліне ерекше сүйіспеншілігім пайда болды. Мен басқаларға үлгі болғым келеді. Яғни, мен туыстарым үшін кішкентай інілеріме жақсы үлгі болғым келеді. Менің отбасым шағын. Анам, әкем, ағам бар және мен. Әкем Қарағандыда тұрады. Анам екеуміз Көкшетау қаласында тұрып жатырмыз. Ал мен үлкен ағам ол Ресейде Томск қаласында тұрады. Оның өз отбасы бар, кішкентай баласы бар. Үйімізде, отбасымызда орысша сөйлесеміз. Анам кішкене түсінеді қазақша, бірақ мен кейде үйрете беремін. Бір нәрсені қазақша сұраймын да, мам, су құйып берші деп. Я не поняла. Мам, су деген не? Су, вода. Осылай кішкене ақырын үйретіп жатырмын оны. Вторая фраза – это «жұғысты болсын». Что такое «жұғысты болсын»? Раньше я не понимала этого значения. Когда кто-то, например, выходит замуж, и есть незамужние девушки, они такие сидят и говорят: бізге де жұғысты болсын. Сонша қиын емес, ең бастысы ол адамның бір ниеті, қалаулығы болу керек деп ойлаймын. Қандай да тіл болмасын, тілге осындай ерекше бір қызығушылық болу керек. Қызығушылық болатын болса, онда әрине тілді үйренуге жеңіл болады. Сол ұстазымның арқасында, мысалы, кішкентай кезімде, бала шағымда, бастапқы мектепте Алдар Көсе туралы көп ертегілерді оқыдым қазақша. Бастапқы сыныптардан бастап қазақ тілінен мектепшілік, сосын аудандық олимпиадаларға қатыса бастадым. Сосын олимпиадаға барамыз ғой, янда қарсыластарым қазақша осылай сайрап тұрады да, мен басында сонша қазақша түсінетінмін, бірақ сөйлей алмайтынмын. Сол мен үшін мынандай бір мақсат болды. Ойбай, мен де олар сияқты сайрап, қазақша судай сөйлегім келеді деген осындай бір нәрсе болды. Балалық шағымда мен өскенде журналист болам деген арман болды. Және де менің ұстазым маған былай айтатын: әй, сен сары қыз өскенде Майя Верунская сияқты қазақша сайрайтын қыз боласың, күшті журналист боласың деп айтты. Бірақ мен сосын ауылдағы мектепті бітірдім. 9-шы сыныпта оққанда іріктеу өттім, және де Петропавл қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түстім. Назарбаев зияткерлік мектебінде 2 жылдың ішінде ағылшын тілін меңгеріп алдым да, және де дүниежүзілік тарихын және ағылшын тілін таңдап, емтихандарды тапсырдым да, халықаралық қатынастар факультетіне оқуға түстім. На первом месте первое лицо представляет местоимение «біз». То есть это уже не я, а мы. «Біз», мы. Сендер – это множественное число от слова «сен». Мен мектепті бітірген кезде, Назарбаев зияткерлік мектепті бітірдім ғой, сонда бізде өте күрделі емтихандар болған. Ағылшын тілінде математиканы тапсырдық. Және де кәдімгі математика емес, анау жоғары оқу орындарында сабақ беретін жоғары математика. Сонда, білмеймін, қай тілі математикадан бірнеше ұпай жетпей қалды ма, бір нәрсе болды ма, сонда бізге былай айтты: ал енді ұпай жетпесе, онда алтын белгі болмайды. Өкіне бастадым, сосын бізге былай депті: жоқ, енді ұпайларын жеткілікті, алтын белгі аласыңдар. Сосын мен қатты қуандым. Енді бала шағымда осындай да бір мақсат болды: ал мен мектепті алтын белгімен бітірем деген.
қазақша кітаптарды оқуға тырысамын. Бизнес туралы болса, сосын психология туралы болса, және де қазақ тілі грамматикасына арналған керемет кітаптар бар, Бектуров авторлары. Сол кітаптардың арқасында өз білімімді жетілдіре беремін. Қазақ халқының әдебиеті ол да бір ерекше қазақтың қазынасы деп айтсам болады. Абайдың шығармалары, қара сөздері, Сәбит Мұқанов, Мағжан Жұмабаев, Мұқали Мақатаевтың өлеңдері, поэмалары қазақ халқының мәдениетіне қосқан үлесі өте осындай мықты, керемет. Және де соның арқасында әдебиетмен әуестенетін адамдардың білімі дамиды, арттырады. Тек қана қазақ тіліне ғана емес, қазақ мәдениетіне, салт дәстүрлеріне қызығушылығым пайда болды. Мысалы, біз наурыз кезінде, наурыз мерекесіне дайындық болғанда, мынандай сырға салу деген дәстүрді көрсететіміз. Сосын мынандай шілдехана, бесікке салу деген осы дәстүрлерді көрсетіп, өзіме осындай ерекше бір сезім пайда болды да, ұнайтын өзіме. Сосын енді тілді үйретем деп, және де тілді үйрену үшін қандай да бір қызық фактілер, қызық нәрселер болу керек қой. Сонда өз парақшамда, Инстаграмда мәдениеті, салт дәстүрлер, ырымдары туралы видеоролик, бейнероликтер түсіре бастадым. Қандай да бір күні сабақтарым болмаса, тек қана мысалы бос күн болатын болса, мен осылай отырып шаршай беремін. Маған бір нәрсе істеу керек, сабақ өткізу керек, сосын бір лекцияны қарау керек, бір ютубтағы бір видеоны қарау керек, бір нәрсені мысалы ыдысты жуғанда, мысалы наушникті құлаққапты тағып, тағамда қандай да бір ролик, подкаст тыңдаймын осылай. Бірақ егер де адамның өз қалаулысы болса, егер де бос уақытты ол әрине сүйікті ісіне адам міндетті түрде бос уақытын тауып алады. Біз бәріміз бірлікте өмір сүреміз, этносаралық тұтастықты сақтауға тырысамыз. Және де қазақ жері ол әр Қазақстанның азаматы мен азаматшаның алтын бесігі деп айтуға болады. Сонымен қатар біздің қаймағы бұзылмаған табиғатымыз, өкінбеу, алға ұмтылу, және де мен өзіме былай айтамын, әй, мен істемесем, кім істейді? Осылай. Сонда қандай да бір тапсырма қиын болса да, бастай берем. Сосын бастағанда түсінем, ол онша қиын емес қой, енді істеуге болады ғой. Достарыма алғыс айтуға тырысам, бірақ біз әрқайсымыз жақсы қайырымды істерді көбірек жасауға тырысуымыз керек. Бірлік күні, татулық күні мен үшін өте ерекше мерекелердің бірі, себебі біздің еліміз көп ұлтты демейміз, көп этносты мемлекет дейміз, және де ол біздің бір ерекшелігі. Басқа көршілес мемлекеттерінде, және де басқа да таяу шығыс елдеріне үлгі болып, біз бір отбасы сияқты, бірақ біз әрқайсымыз бір-біріне ұқсамаймыз, этносымыз, дәстүрлеріміз бірдей емес, бөлек. Бірақ ол біздің ерекшелігіміз бір тұтастық, бірлік. Және де ассамблея ол түрлі этностарды біріктіретін өте мықты бір құрылым, механизм деп ойлаймын. Алдымда бірнеше жоспарларым бар. Біріншіден университетті бітіру, магистратураны. Сосын өзімді, мен қазір фриланста жұмыс істеп жатырмын ғой. Мұғалім, репетитор. Ал енді болашақта мемлекеттік қызметке кіріп, мемлекеттік қызметкер ретінде жұмыс істеп көргім келеді. Содан кейін мүмкін басқа мемлекетке барып, тәжірибе алмасу болады ғой, осындай бағдарламалар. Осылардың бірін іздеп барып көргім келеді.